Құнанбай атамызды кім таныстырды әлемге? Сол досының бір ауыз сөзіне кім Құнанбай қажы Абай деп атап кеткен. Баламды медресеге білім алсын деп бердім, шең тағып атақ алсын деп бермедім дейді. Қазір Құнанбай десе бірден Абайдың әкесі Құнанбай қажы болды, бәріміз танимыз. Жанқұтты би деген Қарағанды облысында Шет ауданында сол жерде Жанқұтты би деген кісі болған. Сол кісінің атында осындай мешіт бар, Жанқұтты би. Ол кісі Құнанбай атамыздың досы болған екен. Замандас, құрдас, досы, араласады бірге. Сол Жанқұтты би бабамыз қажылыққа ниет етіп, сол Шет ауданынан Қарағандыдан ол кісі семейге барған. Құнанбайға кеттік деген ғой, қажылыққа барамыз деп. Бірақ Құнанбай қажы айтқан, ол кезде мен биыл бара алмаймын, келесі жыл бірге барайықшы деген ғой. Кейін Жанқұтты би айтты, жоқ, мен ниет қылып үйден шығып қойдым, мен жүре берейін, келесі жыл өзің жолға шығарсың. Кейін сол жол жүріп бара жатқан кезде айтқан екен, анау балалардың ішінде ортадағы жатқаны кім деген ғой? Ол Ибрахим деген. Сол баланың атын Абай деп қойшы деген сол кісі болған. Неге десе, байқадым өте сондай абайлап жүретін бала екен. Түнде ұйықтап жатқан кезде жанындағы бауырлардың үстін көрпесі ашылып қалса жауап жататын балам сол екен. Соның атын лақап аты деген бар ма шариғатта? Сол лақап атын Абай деп қоя салшы деп қойған да. Сол досының бір ауыз сөзіне кім Құнанбай қажы Абай деп атап кеткен. Сол Абай атамыз міне қазір әлемде ЮНЕСКО деңгейінде ол кісінің кітаптары аударылып кетті ғой. Құнанбайды бүткіл әлемдегі адамдар таниды. Оны танытқан сол ұлы, сол Ибрахим баласы соны. Енді мамандардың айтуынша тарихқа қарап отырсақ, сол кезеңде Құнанбай қажының деңгейінде көп адамдар болған екен. Дәл сондай деңгейде. Сондай өте данышпан, сондай адамдар өте көп болған екен. Бірақ олар қазір ешкім танымаймыз дейді. Неге? Өйткені олар Құнанбай секілді баласын медресеге оқытпағандықтан дейді. Баласын оқытты ғой бұл. Сөйтіп баласы, Құнанбай атамыздың сөзі бар ғой, Абайды баласына айтып жатыр. Баламды медресеге білім алсын деп бердім, шең тағып атақ алсын деп бермедім дейді. Медресеге білім алсын деп беретін болған бабаларымыз. Диплом үшін емес, атақ үшін емес, мансап үшін емес, міне білім алсын деп берген. Сол Абай атамыз сол Құнанбай әкесінің атын әлемге танытып жіберді. Қазір Құнанбай десе бірден Абайдың әкесі Құнанбай қажы болды, бәріміз танимыз. Ал сол деңгейдегі бірақ балаларын оқытпаған қаншама біздің ата-бабаларымыз, оны қазір тарихта жоқ ондай адамдар, ешкім танымайды. Неге? Балаларын оқытпағандықтан. Мүмкін басқа салада болған шығар, бірақ ол бәрі тарихта қалмады. Сол үшін Құдай үшін бауырлар айтарымыз, иншалла, сол Пайғамбарымыздың жолын жалғастыратын әулетте кемінде бір баламызды берейік, иншалла. Екеуі деп айтпай-ақ қойын, біреуін берейік. Ішіндегі және бұзығын емес, ең ақылды, данышпан, 5 пен оқитын сабағын, тәртібі жақсы, соны беріңіз, иншалла. Сол балаңызды медресеге беріңіз. Қалғандарын обал сауап үйрететін сол балаңыз болады ертең. Ертең бәрін көзіміз кетеді. Бірақ сол баламыз ертең ағайын туысын жинап жүретін сол болады. Қойыңдар, мынау дұрыс емес, бұлай істеу керек, бұлай істеу керек. Шариғатта осы деп айтқан екен. Медреседе біз оқығанда олай деп айтқан еді бізге. Деп обал сауаптың бәрін, анау әпкелері, туыстың бәрін басын құрап, арамнан алшақтатып, халалға бұйырып жүретін сол балаңыз болады, иншалла. Ертең қияметте де сол баланың жүзі жарық болады, әкесінде жүзі жарық болады екен.